Сіз ақш-та жерді ең қатыгез тәсілмен қалай тазартатынын білесіз бе? Олар 240 тонналық бульдозермен ұзындығы 160 футтан асатын алып болат шынжырды пайдаланады. Орнату тәсілі қарапайым. Шынжырдың екі ұшын бульдозерлерге байлайды. Қозғалтқыштарды қосады да қалған жұмысты шынжырдың өзіне қалдырады. Шынжыр жерді сүйретіп келе жатқанда жолындағы барлық нәрсені, бұталарды, кішігірім ағаштарды тамырымен қопарып тастайды. Бар болғаны бір күн ішінде 100-деген гектар жерді тегістеп шығуға болады. Үлкен ағаштардың діңдерін бульдозерлер итеріп өтеді. Ал ұсақ өнімдерге келгенде олар металл тістері бар барабанды мульчерді қолданып, бәрін ұнтақтап жібереді. Содан кейін іске культиватор кіріседі. Ол ағаш үгінділері мен арам шөптерді топыраққа араластырып, оны табиғи тыңайтқышқа айналдырады. Неліктен олар осындай шектен тыс шараларға барады? Себебі ақштың көп бөлігі кең әрі құнарлы жазықтарға ие, және бұл өңірлер ірі ауыл шаруашылығына өте қолайлы климатпен ерекшеленеді. Мұндай жерді тазарту агроөнеркәсіпті қолдау үшін егістік алқаптарын кеңейту мақсатында жасалады. Егер де сізге спецтехникалар керек болатын болса, Қазақстандағы номері 1-ші G-сервис қосымшасынан таба аласыз. G-сервис KZ қосымшасын App Store немесе Play Market'тен жүктеп қолданыңыз.